Араға батқан таң берекелі болсын, құрметті көрермендер. Арай ауысып кетті. Таңшолпанда бұндай сиқырлар да бар. Әрине, қалжың, санаулы күндерден кейін, дәлірек айтсақ, 14 күннен соң кәрі құрлықтағы ең үздік турнирлердің бірі Еуропа Чемпиондар Лигасының топтық ойындары басталды. 4 дүниенің 4 тарабы қызықтайтын турнирге биыл да сайдың тасында іріктеліп, кіл мықты командалар ғана шығып отыр. Ал біз әдеттегідей оған болжам жасап, доп додасындағы соңғы жаңалықтарға қатысты талдау жасаймыз. Енді дәл қазір студиямызға осы бір тақырыпта, футбол тақырыбында емін еркін сұхбат құру үшін футбол комментаторы Ерсін Ерікті Таңшолпанға тікелей эфирге шақырып отырмыз. Біздің тұрақты, яғни қонағымыз болып кеткендіктен Ерекеңді емін еркін жайға сатты. Студия қалай Ерекең? Алдық па? Жақсы екен, студияларыңыз, әдемі екен, өзгеріс бар. Жақсы. Енді осы Чемпиондар Лигасының топтық кезеңіндегі командалар белгілі болды. Кімнің кіммен ойнайтыны, қай топқа түскендігі туралы Стамбулда. Жоқ, былайсек топтық кезеңді бірінші талқыламас бұрын мен мына әлемдегі ең үздік қалай гигант деймін, супер жұлдыздар. Супер жұлдыздар, сол екі супер жұлдыздар. Негізгі жаңалықтар. Осы бір трансферлік ауысымда екеуі де бірден айдаспанға шығарып, Месси де, енді Роналду біраз үйреншікті болып қалды ғой, Реалға кетті, Ювентусқа барды, одан кейін енді қайтадан міне өзінің туған жеріне үйіне келіп отыр десек болады. Ал Месси шынымен қанша біз былай жатқан кезде футболға деген махаббатымыз оянған сәттен бастап, Месси тек Барселонамен қарап теңестіреміз, екеуі бір синоним бес болып кеткен. Енді Месси мен Барселона екеуі сондай бір ұғым болып кетті ғой, екі атауда. Бірақ қазіргі заман басқа, 21-ші ғасыр. Месси алғашқы ойын өткізді ПСЖ-дағы алаңға шықты. Енді Ерке, осы туралы өзіңіз не айтасыз? Сол кеше оқып отырмын, Месси шығады ғой кеше алаңға Пари Сен-Жермен. Сол кезде Барселонада, жалпы әлемде жүректің қалыпты соғуына ішетін дәрі көп сатылған екен. Өйткені өте қатты әсер еткен Барселонаның жанкүйерлеріне. Оны көрудің өзі, мысалға, жүрекке ауыр деген ғой. Дәрінің 20%-ні сатып алған пайызын мен. Сіз ба? Барселона жанкүйері ойындарды. Солай ма? Жүрек ауырып отыр отқанда. Басылды ма? Оңай емес. Оңай емес, бірақ көрермен үшін естемейсің. Негізі енді Месси жанкүйерлер емес, жалпы футбол көретіндер үшін де өте бір қызық жаңалық болды. Бір жай ғана бір қайырымдылық матчқа келген секілді, әлде бір сенім жоқ па Мессидің осындай клубта ойнап жүрген. Бірақ келді, бірақ гол соққан жоқ, ештеңе істеген жоқ, келді, көрді, суретке түсті ойыннан кейін, қарсылас команданың ойыншыларымен. Бірақ бұл әлі енді басы ғой, дегенмен енді қызық болайын деп тұр. Өте қызық болайын деп. Мен өзім көзім шалып қалды, ана бір видеоны. Месси Барселонадан кезде, сол қапталдан келген кезде, әдетте Альба болсын, басқа болсын, Месси ортадан жүгіріп келіп пас береді. Мұн жақта жүгіріп келеді, дәл солай. Бірақ пас бермейді. Енді алдағы уақытта бәлкім түсінісіп, ондай голдар да болар жатыр, бірақ дегенмен шынымен әзірге көз үйренген жоқ. Сіздерге қалай екен? Барлығымызға солай ғой, бірақ үйренген жоқ. Бірақ дегенмен енді топырлатып бір кем дегенде 15-20 гол соғатын сөзсіз Франция болғандықтан енді ол түсінікті кішкене. Бұған енді дейін 33 нөмір киіп Месси шықса, бұған дейін бір-бірімен жаңағыдай тістесіп жүрген Серхио Рамос бар, бір командада қазір. Рамос бар бір командада, Хакими бар қазір жақсы ойнап жүрген, Вейналдум келді. Негізі шынымен де осы бір алаңда, бір командада Рамос пен Месси ойнайды деп бір неше рет тастаса да ол түске кірмейтін дүние ғой, мысалға, кеше ғана жаға жыртысып жүрген. Қалай бір-бірін құшақтап қуанады гол соққан кезде мысалға. Сонда бұл жерде енді футбол бір бұл жерде сонда ақша не істетпейді деген сияқты болып қалып тұр ма, әлде қалай? Жоқ, ақша не істетпейді емес, бұл жерде алаңда мысалы ағайын футболшыларды ойнай береді, қарсылас болып жаға жыртысып ойнай береді. Енді бұл жерде Месси мен Рамос ақша үшін деп айта алмаймын, нағыз кәсіпқой екенін көрсетеді. Ол кәдімгі футболды бір жауласатын орта емес, футбол нағыз достықтың ортасы екенін көрсетіп отыр. Жоқ, енді Мессиді жырлай берсек, әрине қазір таңда тұрамыз. Бірақ мен бір нәрсе сұрағым келіп отырғаны, ақпарат көздері, егер Почетино дәл осы құраммен УЕФА Чемпиондар Лигасын ұтпаса, онда бапкерлік қызметтен мүлдем кете берсе болады деген сияқты түрлі жазулар жазып жатыр да, жалпы сіздің ойыңызша Чемпиондар Лигасында кіл жұлдызды жинағаннан кейін биыл ала ма? Егер биыл, менің ойымша енді, егер деп бастайын, егер биыл алмаса, онда жаңағы Пари Сен-Жерменге ақша құйып отырған шейхтар сол ақшаның барлығын жинап, бір баскетбол немесе волейболны
клубты қаржыландыру керек секілді. Сол жаққа кету керек. Өйткені мынандай құраммен менің ойымша бұл чемпиондар лигасын алмайды. Енді бұдан артық қандай құрам деген келсек, бұдан артық енді білмеймін қандай құрам жасау керек. Бұдан артық бір ғана жұлдызды қалдырып, соның айналасында команда құру керек шығар. Өйткені қазір екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дегендей, қазір Мбаппесі де қалып отыр, таңертең оқыдым, Реалға кетпейтін. Неймары бар, Месси бар. Бір білмеймін, жүгіп болса қояр әмелет дегендей. Шабуылшы көп. Жоқ, ондай бәріміз ойнаймыз ғой, компьютерлік ойындарда бір өзінің ана карьерасын ойнап жатқан адам сияқты, Олаған өзінің ойыншыларын сатып алып деген секілді. Менеджер болып отырмыз ғой. Енді тағы да бір үлкен жаңалық, бұл Манчестер Юнайтедті Криштиану Роналду өнер көрсетеді. Енді көпшіліктің пікірі бар, бір Мессиға қарағанда Роналду өзінің дәл осы әрекет арқылы биік екенін көрсетті дегендей. Сіз қалай ойлайсыз? Мен де солай ойлаймын. Өйткені Роналду бұл жерде Ювентуске барған кезде өзім де қатты қуанғам. Ювентус ол кәдімгі нағыз футбол майталмандарының ортасы бір. Ол кезде ол командада, мысалға, Буфонды бастаған, жаңағы ортадағы Пирололар бастаған мықты-мықты ойыншылар ойнады, иә? Және Роналдудың сол жерге барып, көмектесіп, сол командамен бір чемпиондар лигасын жеңуге тырысты, болмады. Қайтып Манчестер Юнайтедке ауысты. Ол неге Ситиге бармады? Ол ақшаға қызықпады емес, ода дүние бар, бірақ ол, менің ойымша енді Сэр Алекс Фергюсонның бір ауыз сөзі секілді. Кел, командада ойна. Ол несі қалды енді? 40-қа келіп қалды. Өз командаңда өнер көрсетіп, сен әрі қарай танымалдығың артады. Ол дұрыс қадам. Енді Мессидің Пари Сен-Жерменге барғаны бұл басқа команда жоқ баратын. Басқа команданы қабылдау қиын Мессиді. Ол жерде қабылдау бір, оның қаражатын жалпы әлеуетін көтеру әлеуеті де қиын. Ол бір бөлек қой. Иә, мысалға енді Юнайтедтің ең ағылшын премьер лигасындағы ең үлкен жалақыны Роналдуға беріп отыр. Неге беріп отыр? Өйткені ол сол жерде жасарын жасады, чемпиондар лигасын жеңді. Қазір Юнайтед аяқтан тік тұрғызатын тағы команда керек. Жастар бар, Рашфорд бар, Санчоны алды, Марсиаль бар, қолда Гринвуд бар, қолдарынан келмей жатыр. Және Роналду ең бір оңтайлы тұста келіп тұр ғой. Толықсыған Манчестер Юнайтедтің сол бір тоқыраудан кейін, Фергюсон кеткеннен кейінгі енді міне бір-бірімен бір жеңнен қол бір жағадан бас шығарып, енді кішкене бір сүйкімді футбол көрсететін кезеңде Роналду дұрыс жол сілтейді. Санчоға да, Марсиалға да. Роналду енді бір тәжірибелі, мына мотиватор ретінде, психологиялық тұрғыдан әрбір өзінің 11 ойыншыға көмегін тигізе алатын. Ондай ойыншы. Ардақ енді Златан келген кезде Милан, қалай ол жүреді, бірақ қалай ойнап кетті. Сол сияқты болатын секілді меніңше. Енді чемпиондар лигасының топтық кезеңіне тоқталып кетсек дейміз. Бұл жерде енді А, Б, С, Д, Е барлық топтарды бір талқылап өтсек, енді бұл жерде кім фаворит, кім шығады деген секілді. Әуелі А тобы. Бұл жерде Манчестер Сити мен ПСЖ меніңше фавориттер, иә. Лейпциг пен және Брюгге бар. Сіз қалай ойлайсыз? Енді басында мынау топтық кезең келген кезде неге Манчестер Сити мен ПСЖ түсті бір топқа? Бұл жерде де бір негізі саясат бар секілді көрінеді. Неге? Жай ғана жеребе емес сияқты. Жеребе емес. Суперлига деген дүние пайда болған кезде чемпиондар лигасынан біраз клубтар сол жаққа ойнаймыз деп кетіп қалды. Өйткені қазір қаржылай тоқырау, Барселонадан қарызын көріп жатырмыз. Жанкүйерлер жоқ, билет сатылмайды, көрермен жоқ, ақша ақтамайды, трансферге ақша керек. Сондықтан да әр топты қарасаңыз, бір-бірімен бір бәсекелес командалар түсіп қалған. Енді А тобында бұл жерде Манчестер Сити мен Пари Сен-Жерменнің топтан шығатын көзі жұмып қойып айта соға болады. Өйткені Лейпцигтің кешегі ойын көрдім, ол Вольсбургта ұтылып жатыр. Оның бапкері кетіп қалды, оның ойыншылар кетіп қалды. Жоқ, мен бұл жерде бір Баварияның бір былайша айтқан кезде құйтырқы әдістерін айтқым келіп отыр. Иә, сол ғой. Үздік жаттықтырушыны алып кетті, үздік қорғаушыны алып кетті, капитанды алып кетті. Дұрыс, солай болатын заңдылығы өзінің. Жұлып жеді ғой. Бундеслига не үшін керек онда? Сондай саясаты. Жылдап Дортмундты да сөйтіп өлтіреді. Сосын жаңағы Дортмундтан Хуммельсті алып керек емес болып қалса қайтарып бере салады, ол ойнап жүрген жоқ. Гётзені де сөйте салады. Бізге толысқанша ойнап берді, енді өздеріңе. Иә, рахмет дейді ғой. Сондай аяқтан тарту бар. Сондықтан енді бұл топта мен Манчестер Сити мен ПСЖ енді барлығы солай ойлайды ғой. Мен Брюгге мен Лейпцигті айтсам. Бұған болжам айтпай ақ та қойсақ болатын шығар. Маған өзім үшін келесі топ өте қызық болып тұр. Иә, ең қиын топ. Иә, Ливерпуль, Атлетико, Ливерпуль, Порту, Милан. Мен өзім жеке ойымды айтып кетсем, бұл жерде бір қызығы, мен тіпті Портуды шығып кетуі де мүмкін деп әбден айта аламын. Себебі Порту осы УЕФА чемпиондар лигасының әсіресе топтық кезеңдеріне бір жарқын ойын көрсететін командалардың бірі деп айтсам болады. Сізге қосылсам бола ма?
Портуды мен де ойлаймын топтан өтеді деп. Және екінші, бұл екінші орынмен өтетін шығар, бірінші орынмен Атлетико өтеді деп ойлаймын. Неге Ливерпуль емес? Ливерпульда Вейналдум жоқ. Жартылай қорғаныс шебінде бір ойыншы кетіп қалды. Орнына кім келді? Ешкім келген жоқ. Қорғаныста Конате келді, бірақ Кабак дегендер кетіп қалды. Мынандай былтыр көрешекті көрді клуб. Қаншама ойыншы жарақат алып қалды. Жастарды ойнатты. Неге бір орталық қорғаушыны алмады? Әйтеуір Рамосты пысы жалған секілді, неге бір қорғаушы алмады? Неге Вейналдың орнына бір жартылай қорғаушы алмады? Мүмкін алар. Бірақ қазір Ливерпульдің ойыны маған сондай бір кез келген қарсыласты жұлып жейтін команда деп айта алмаймын. Сондықтан топтан шыға алмай қалуы әбден мүмкін. Қазір бір батпақта тұрып қалған мәшине секілді. Енді бір футболдағы ереже бойынша жалпы кез келген команда қаншақтан чемпиондық құрам қалса да бір жаңарту керек дейсіз ғой. Бір жаңа дем керек. Бір сәл жаңарту керек. Жоқ, ол жоқ. Тек клубтың бұрынғы командасы. Миланшы. Миланда енді ол Жируға сеніп отыр. Ол жерде тағы бір екі ойыншы кетіп қалды. Бапкері де сондай бір мықты емес қазір. Сондықтан да Милан әлі топтық кезеңнен шығып кететіндей команда емес. Сериядағы алғашқы ойыны ештеңе емес дейсіз ғой. Жоқ, ештеңе емес, дайын емес. Көреміз енді оны. Сіздің бәлкім ойыңызша Атлетико мен Порту шығуы мүмкін бұл топтан, Мүмкін. Егер Портудың орнына Ливерпульдан бұрын Миланды қосып жіберуге болады негізі. Меніңше Ливерпуль мен Милан болуы мүмкін. Жалпы өте қызық. Жақсы, ойымыз қызық. Келесі группа, келесі топта Аякс, Бешикташ, Боруссия Дортмунд және Спортинг клубтары. Бұл да бір өте шымшытыр топ. Енді Холландқа сеніп, інішекті сыйлап, Дортмундқа сенеміз негізі өтеді деп. Өйткені өзі мықты команда, жалпы Бавария әйтеуір аяқтан шалады. Негізі Дортмунд ағылшын премьер лигасында бір осы құраммен ойнаса, біразға бару мүмкін деп ойлаймын. Аякстың ойыншылар. Аякста оларда бір жаңағы Ливерпуль секілді бір орында тұрып қалған команда деп айту қиын. Олар жыл сайын өзгеріп отырады құрамы. Осы маусымда мысалға мен осы студияға келсем, біз жаңа бір ойыншыны талқылап отыруымыз мүмкін. Мықты екен, қайдан шыққан деп. Жаңағы жастарды жақсы таныта алатын команда. Сондықтан да Аякс былтырғы чемпиондар лигасының жолы болмаса, биыл Аякс, Дортмунд бірінші ойын осы екі команда өтуі мүмкін. Бірақ қазір маған Спортингтің ойыны өте жақсы ұнап жүр. Сондықтан да осы үш команда арасында бәсекелестік болады. Ал Бешикташ болса өз алаңында тең ойнауы мүмкін бүкіл командамен, бірақ сырт алаңда ұпай жоғалтады. Ол жерде де бір әйтеуір жасы келген ойыншылар Еуропада бір-екі Сонымен Боруссия түсінікті болды, Холландқа сеніп отырсыз, бірақ Спортинг пен Аякс таңдасақ, енді Бешикташ түсінікті ғой. Иә, түсінікті. Спортинг пен Аякстың екеуінің қайсының басымырақ? Басымырағы Аякс. Басымырақ Аякс. Спортингте де, сіз жаңа қайталап айтам, Спортингте де бір қалыпты ойын жоқ. Бірде тең, бірде жеңіс. Ал Аякста бірде көл, бірде шөл. Жақсы. Одан кейін Д тобында Интер бар, Реал Мадрид бар, және Шахтер Донецк және Шериф клубтары бар. Бұл жерде енді былтыр Шахтердің Реал Мадридті жеңгенін білеміз. Сондықтан да бірден шешім айтуда қиын шығар, сәл ойлану керек секілді. Бұл топта биыл Шахтерға топтан шығу өте қиын. Неге? Өйткені былтырғы маусымда Интерді шығармай тастады. Дәл осы үш команда бір топқа түсті. Төртіншісі Боруссия Мюнхен-Гладбах еді. Оның орнынан Шериф түскен екен, обал болды Шерифке негізі. Обал болды Шерифке. Бірінші рет шығып отыр мынау тарихында. Үш басы бар Айдахардың ортасында қалып қойды. Негізі жанкүйерлерге жақсы болды. Мысалға Реал келеді, ойлаңыз, Интер келеді өздерінің стадиондарына. Бірақ енді бұл жарнамалық тұрғыдан жақсы. Енді бұл топтық кезеңде үшінші орын Шахтер, бірінші, екінші орын Реал мен Интер. Интерде Кореяның ойыны өте жақсы ұнады маған. Лациоға қарсы ойында Лукакудың орнын жоқтатқан жоқ. Жаңа команда, жаңа ойын бір қалыптасқандай. Енді Реал ол Мбаппесіз де топтық кезеңнен шыққанда мен білемін. УЕФА чемпиондар лигасында өзінің мысы басып тұратын команда, Бұл топта. Одан кейін Е тобы Барселона, Бавария, Бенфика және Динамо Киев. Бұл жерде енді Барселона мен Баварияның әдеттегі былтыр 8-де 2 есе болғаны белгілі. Биыл енді қарымтасын қайтара ала ма соның? Неге сіз бірден 8-2-ні еске алып есіме алғым келіп тұр, себебі Баварияның жанкері ретінде. Сіз Баварияның жанкері? Иә, Баварияның жанкері болып отыр. Қызық екен. Бұл жерде енді Баварияның ойыны қазір енді сөз жоқ. Баварияның ойынына мен ештеңе айта алмаймын.
Барселонаның ойынына да айта алмаймын, өйткені Барселонада Депай мен Брэйтвейт қадір жақсы қосып кетті. Сіз жақсы білесіз оларды. Брэйтвейт айтпай-ақ қойсаңыз болады. Депайды айта беріңізші. Депайдың аяғына доп түссе, кәдімгідей қауіп төндіретін болып. Иә, ол Манчестер Юнайтедтегі Депай емес, қазір мүлдем Депай. Иә, басқа, иә. Алла тіл көзден сақтасын. Соны айтамын. Сол мынау Бавария мен Барса өтетіндігі белгілі ғой, енді Бенфика, Динамо өздері үшінші орынға таласады. Бұл жерде екі ойында қызық болатындығы түсінікті. Енді сол барлығы сол 8-2-ні еске алып отыр ғой. 8-2-мен жаңағы ассоциация жасап, бір-бірімен ойнаған кезде, әйтеуір Барселона қайтара ма, қайтармай ма деген. Биыл әзірге қайтара алмайтын шығармыз, шырағым. Бір тең есеп болса да бізге шүкір. Жақсы, біз енді уақытты ждағатасақ дейміз, тездетіп айтып кетейік. Одан кейін F тобында Атланта, Манчестер Сити, Вильяреал және Янг Бойз. Бұдан екі команданы айтсаңыз. Манчестер Юнайтед және Атланта. Білмеймін. Жоқ, Вильяреалдың да ойыны тамаша, мысалы, жақында ғана Атлетико Мадридте ойнап шықты. Аны соңғы голды көрдіңіз ғой, өз ақылары. Вильяреал деуге болатын шығар, Аталантаның соңғы ойын не тең ойнады. Түсінікті. Жақсы, G топ одан кейін. Red Bull, Севилья, Вольсбург. Бұл жерде Севилья, Зальцбург, Вольсбург. Бұл өте қызық топ. Севилья өтеді. Севилья өтеді, екінші орынмен Зальцбург өтеді. Зальцбургтың қазір ойын жақсы. Бірақ Францияның чемпионы мүлдем сенбейді. Жоқ, Лиль. Чемпион жоқ. Лильдің чемпиондар лигасында ойын. Одан кейінгі топтан Челси мен Ювентус өтетін секілді. Сөзсіз, Иә. Ювентустың ойыны былтырға қарағанда жақсы болады сияқты. Роналду кеткеннен кейін олар әлсіреп қалмайды, әлсіремейді. Керісінше көрсетеді, жастар бар, ойнайды. Мен осы топта Ювентусқа сенем. Челси ол енді түсінікті. Бұл жерде Зенитпен жақсы, енді UEFA чемпиондар лигасы топтық кезеңін талқыладық. Құрметті көрермендер, енді Ерсін Ерік мырзадан соңғы бір сұрақ болсын. Биылғы жылдың чемпионы және биылғы жылдың басты сенсациясы. Қара команда дейм ма? Футболда айтады ғой енді жасырын. Иә. Менің ойымша енді биыл чемпион болатын команда ол Манчестер Юнайтед. UEFA чемпиондар лигасында. Иә, чемпиондар лигасында Манчестер Юнайтед. Ал бір тосын сый жасайтын команда ретінде бұл жерде Ювентусты айтуыма болады. Жоқ, Ювентус тосын сый деп айтуға болмайды. Алып команда ғой бұрыннан келе жатқан. Енді соңғы жетістіктеріне қарасам, мен жоқ, Ювентус чемпиондар лигасының амағалы қай уақыт бұл? Бұл аутсайдерлердің ішінен бір жартылай финалға дейін 1-4 кейін баратын команда. Порту ғой сол жаңа сіз екеуміз айтқан Порту. Басқа командаларды айта алмаймын. Енді бұл жерде жаңағы жеребеде бір ішіміз қылып ете қалды, жаңа неге бұндай командалар түсті деп. Пари Сен-Жермен мен осы Манчестер Юнайтед секілді командалар бір-бірімен плей-оффта кездесіп қалуы мүмкін. Енді Роналду мен Месси. Енді жақсы, қымбатты телекөрермен, сондықтан чемпиондар лигасын көріңіздер. Ұлттық арнадан және Қазспорт арнасынан дейміз доп додасында бірге жанкүйер болайық.